Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен алма пирогы, шарлотка жасайтын боламыз. Қыздар, бір жасағаннан шығатын пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Және де үстіне 180 грамм қантымызды салып, көбік болғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне қыздар, бізде осындай әппақ көбік болып шығу қажет. Бұл міндетті түрде осылай жасағандарыңыз дұрыс. Және де үстіне 80 мг сұйық май және де 180 грамм дүкеннің 20% қаймағын салып, жақсылап оны да миксерлеп алатын боламыз. Және де үстіне 250 грамм ұнымызға 10 грамм разрыхителімізді салып, бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Міне қыздар, бізде осындай масса шығуы қажет. Және де бір үлкенірек алмамыздың сыртын тазалап, кубиктап турап алып, осы массамыздың ішіне салатын боламыз. Енді қыздар, ыдысымызға пергамент қағазын салып, үстіне жаңағы массамызды құйып аламыз. Және осылай сәндеп алсаңыздар болады. Қыздар, осы пирогымызды алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп алсаңыздар болады. Міне қыздар, дайын болған пирогымыздың үстіне осындай сахарный пудра сеуіп, жаңағы қонақтарыңызға осы пирогты ұсынсаңыздар болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Қыздар, өте биік болып көтерілді. Қыздар, видеом ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.